Жұрт ойлайды, Назарбаевты тұқым теберігімен, әулетімен неге құртып, соттайтын соттап, барын тартып алып, неге қуып жіберіп, неге жазаламайды деген түсінік бар. Қоғамға солай керек сияқты да. Путин үшін оның керегі жоқ. Путин керек активтерін алады. Назарбаевтың активтерінің бәрі, бүкіл капиталы, бүкіл билігі, саяси капиталы, түгел Путин мен оның қызмет ететін оған біздің компрадорлық Тоқаев командасына көшеді. Бұл жерде Путин ұтылмайды. Ал егер оны жазалайтын болса, онда Путиннің бет-бейнесі анық көрініп қалар еді. Бұл жерде бізге қалай қылып көрсетіп отыр? Бізге бұл Назарбаев пен Тоқаевтың арасындағы конфликт сияқты қылып көрсетіп отыр. Бұл Тоқаев билікті алғысы келіп еді толықтай. Мынау Назарбаев әулеті, Назарбаевтың өзі оған ырық бермей келді міне 3 жыл бойы. Сосын соны әйтеуір күшпен Тоқаев оны ығыстырып, өзі толықтай билікті алды деген тезисті осы формулярды бізге ұсынып отыр. Бұны ұсынып отырған Кремль бізге. Сондықтан ол Назарбаев әулетін оған жазалаудың түк те керегі жоқ. Ол онсыз да біткен адам, капитуляция жасады ол. Болды, ол ойынан шықты. Енді оны жазалап өлтіргеннен, емаса жазалағаннан оған келіп кетер ештеме жоқ. Қайта ол оның өзінің саяси ширмасын, шілтерін жаңағы бүркеніп тұрған көрсетпеуге шымылдығын қайта пайдалы нәрсе. Бұл жерде Путин жоқ сияқты болып тұр. Көрдіңіз бе? Себебі енді қараңыз, жалпы осыған дейін де Назарбаев үкіметі кезінде де жалпы біздегі саяси консалтинг, саяси менеджменттің бәрі Кремльден келеді. А мына қазір жағдайда, бұрын ақылдасатын консультативтік жағдайда болса, қазір бірден нұсқау түрінде келеді. Былайша айтқанда біздің Ақорда таза Кремльдің бір филиал кеңсесіне айналды. Оны мына соңғы болып жатқан оқиғаларды жай бағдарлап қарап отырған адамға бәрі түсінікті. Кадрлық өзгерістер болып жатыр. Сапырылыстырып, ауыстырып, сапырмайшылдық ондай. Ешбір адам өзгеріп жатқан жоқ. Евразиялық экономикалық одақтың айналасында біз өзіміздің құқықтарымызды әлі қорғай алмай отырмыз. Бұл өте маңызды мәселе. Алдында өзіңізге берген сұхбаттарымда айтқам, кез келген мемлекеттен келіп жатқан импорттыққа салық салынады. Оның бәрі Евразиялық экономикалық комиссияның бюджетіне жиналады да, әр елге өзінің пайыздық бөлшектерін бөліп береді. Сонда жаңағы бүкіл түскен салықтың 7% ғана Қазақстан алады, 5% Белоруссия алады, қалған 85% Ресей алады. Қалғандарға жаңағы өте аз пайыздар. Сонда деймін, жаңағы ойланып қарасақ, Ресей қазір санкцияда жатыр. Оларға импорт келмейді. Оларға ешқандай салық түсіп жатқан жоқ. Белоруссияда санкцияда тұр. Оларға ешқандай салықтан табыс түсіп жатқан жоқ. Қазақстанға импорт келіп жатыр. Қытайдан да басқа жақтан да. Біз арқылы Евразиялық экономикалық комиссия көп салық түсіп жатыр. Неге біз енді 7% ғана алып отыру керекпіз? Ол 15-20% болу керек, жоқ деген кезде. Осындай шарттарды біз қоя алмай отырмыз. Және де осыны айтылып жатса да орындалып жатқан жоқ. Енді бір қызық мәселе бар. Жай ғана Ресейдің қарым-қатынасының өзінде біз өзіміздің тауарларды өткізуге барған кезде Ресейдің шекарасында Роспотребнадзор, тексерулер, нақты біздің стандарттарға сәйкес келе ма, келмей ма, біздің өнімді үлкен тексеруден өткізеді. Ал біздің шекарамызда ондай ешқандай не жоқ. Ашық тұрмыз да. Өткізе беріңіздер, келе беріңіздер. Чемодан рубльдарыңызды алып келе беріңіздер, мейлі. Бізден ол рубльдарыңызға алып келіп теңгені сатып алыңыз. Сосын сол теңгеге доллар сатып алыңыз да, өзіңіздің еліңізге қайтып алып кете беріңіз. Ашықтық жасап қойғанбыз. Ресейде қара нарық пайда болды. Бірақ осыған реакция беріп жатқан ешкім жоқ. Қазір Қазақстан нарығын рубльдар басып қалды. Қазақстан нарығын Ресейдің тауарлары басып жатыр. Ал осы жерде біз өзіміздің өндірушіні қалай қорғап отырмыз? Неки протекционистік саясатты егерде Ресей тарапы қандай да бір тауарларды шектеп жатса, осы геосаяси жағдайға байланысты өзіміздің экономикалық қауіпсіздігімізді ойлап, неге бізде сондай шектеу қоя алмаймыз? Осы мәселе мені іштей қынжылтады. Енді қараңыз, ресейлік деп қалдық қой, қазір Қазақстанда ресейліктер қаптап жүр. Ресейлік капитал өте көп келіп жатыр. Мамыр айында ресейліктердің Қазақстандағы ақша аудару көрсеткіші 94,6 миллион долларға жеткен да. Енді олар қазір бірнеше бизнес қалай айтсақ па, сфераларды жаулап жатыр. Кейбір жаңағына IT технологиямен айналысатындар шулап жатыр. Олар демпинг жасауда бізге келіп деп, яки бағана түгел түсіріп жібереді, біздің компаниялар банкрот болады. Содан кейін олар өз қолына алып, сол саланы қайтадан дамытады.
дейді. Бұл әділ бәсекелестік па, жоқ әлде қараулық па ресейліктер жасап жатқан? Яғни жаңа айттыңыз ғой, қалай қорғана аламыз деп, қалай қорғайды мемлекет деп. Қорғанудың жолы бар ма, жоқ па бұдан? Қорғанудың жолдары дегеніміз бүкіл біздің экономиканы құртады деп. Дұрыс айтып отырсыз. Бұл жерде қазір Қазақстанға келген рубльдің көлемі қазір нақты сандар әлі айта жатар, бірақ шамамен бұл жарты триллион рубль деп айтылады қазір. Қағаз ақша күйінде. Сонда Қазақстанға Ресейге санкция салғалы 500 миллиард рубль келген. Енді ол 500 миллиард рубль теңгеге ауыстыратын болсақ, қазір 8 теңгенің маңайында, демек 4 триллион теңгеге жуық қаражаттағы рубль ақша қаражат күйінде жүр елде. Ол ақша ешкімге керек емес. Біз рубльге ештеңе сатып аламаймыз, былай қараған кезде. Енді ол қордаланып қалған мәселені шешу үшін біздің ұлттық банктың айтып жатқан сөзіне қарасақ, біз оны Ресейге апарып, оны кейін алмастырып келеміз дейді. Неге алмастырады? Долларға ма? Сонда ол процесс қалай жүзеге асырады? Мен түсінбеймін. Соны инкассациялық машинелерге салып, апарып, олардың банктеріне барып, неке сіздердің рубльдарыңыз бізге доллар бер деп айта ма? 4 триллион теңге. Сонда ол рубль қазір ешкімге керек емес. Ресейдің орталық банкі рубльді аямай басып жатыр артығымен. Бұл жағдайдың бәрі түптеп келген кезде біздің экономикалық қауіпсіздікке өте жоғары әсерін тигізеді. Бір күн бойы тамақ ішпей аш жүруге мәжбүр қазақстандықтардың үлесі қазір 1,10%-ке өскен. Не айтасыз? Бұл шын мәнінде әлеуметтік жағдайдың халықтың шиеленісіп бара жатқанын көрсеткіші. Яғни шындап келген кезде қазіргі уақытта өткенде ұлттық банктың нақты статистикаларына біз қарағанымызда халықтың жаңағы азық-түлікке жұмсайтын шығындарының орташа есебі шыққан. Сол өткен жылда ол 57%-ға жетпейтін. Қазір 60%-дан асып кетті. Демек, халықтың азық-түлік шығындары жоғары. Ол орташасы 60%. Ал шындап келген кезде ол 100%-дан асып кетеді. Азаматтарымыз алған табысын толық азық-түлікке жұмсайды. Және де азық-түлікті несиеге алады. Өткенде президент айтып отыр, азық-түлік несиесі 16%-ға жеткен. Демек, ол өте қиын көрсеткіш. Ертең түбіне үңіліп қарайтын болсақ, азаматтарымыздың әлеуметтік жағдайы қатты шиеленісе бастады деген сөз. Бұл дереу, тез арада мән беретін мәселе деп ойлаймын. Егер де бұл мәселені тез шешпесе, халықтың әлеуметтік жағдайы кішкене жақсармаса, қолында тікелей қаражат пайда болмаса, онда бұл одан ары қиын жағдайға алып келеді. Өйткені аш болса халық, кедейшілік жағдайда көп болса, онда ол әлеуметтік шиеленістер ертең 2 қаңтарға алып келеді деп айтуға толық негіз бар.